Қызылорда қаласы қаламыздың орталық көшелерінің бірі Бейдебеков көшесінің бойынан ерекше коттедж үйді көрмекшіміз. Бұл коттедж үй мына көше Мұратбаев көшесі қиылысында орналасқан. Өте тыныш көше. Енді коттедж үймен жақынырақ таныссақ, бұл сыртқы қақпасының көрінісі барлығы да жаңа. Үйдің өзі 2021 жылғы, сырты пескоблокпен қоршалған. Енді аулаға қарай өтеміз. Коттедж үйіміздің сыртқы көрінісі. Дәл қазір біз аулада жүрміз. Ерекшелігін айта кетейін, 2021 жылғы күйдірілген қыштан салынған сыртта облицовка. Есігінің алды мынадай жаздық демалыс орын ретінде арнайы навеспен жасалып қойған және брусчаткаланған. Жердің көлемі 6 соттық. Есіктің алдында қосымша құрылысқа арналған фундамент құйылып тұр. Баня, сауна және кладовкаға арналған. Енді біз коттедж үйіміздің ішкі көрінісімен танысамыз. Коттедж үйіміздің алғашқы кіреберіс бөлігі аяқ киімді шешуге арналған орын. Басты ерекшелігі бұл алғашқы кіреберіс бөліктің өзі үлкен, ауқымды, қабырғалары арнайы жақпамен жақсы ашық түске боялған. Енді жобасы жағынан таныстырып өтейін. Тура бөлігімізде кіргеннен кейін туалет орналасқан. Мына бөлікте душевой, іші толығымен кафелденген, ауқымды. Оның жанында үйдің топкасы, яғни жылыту қазандығы орналасқан. Енді әрі қарай коттедж үйіміздің негізгі бөлмесіне қарай өтеміз. Бөлек киімді шешуге арналған арнайы орын. Бағалы үйдегі жиһаздардың барлығы да. Қол жууға арналған раковина бар. Айна. Енді осы кіреберіс алғашқы киімді шешуге арналған орыннан оңға қарай ас бөлмеге қарай өте аламыз. Ас бөлменің іші едені барлығы да ашық түсті, көңілге жағымды. Ас бөлмеміз 2 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігіміз мына бөлігі толығымен кафелденген. Бұл аумақта тамақты әзірлеу орны, ал мына аумақта едені паркеттелген тамақтану аумағы болып табылады. Жоғарғы жағындағы жарығы және потологы жақсы жасалған. Ас бөлменің жиһаздары да бағалы. Мұндай жиһаздардың беткі бөлігі өте сапалы келеді. Ас бөлмемізде 2 терезе бар. Жарық әдемі түсіп тұр. Енді холға қарай өтеміз. Екінші қабатқа қарай көтерілетін баспалдақ жақсы жасалған. Мына бөлікте демалыс орны. Енді залға қарай өтеміз. Байқасаңыздар, есіктерінің барлығы ашық түсті. Бағалы есік. Залдың ішкі көрінісі, жиһаздары. Бұл бөлмедегі қабырға молдник деп аталады. Ерекше әдемі жақпамен жасалған. Жоғарғы жағындағы люстралардың көрінісі, пердемен орындықтардың барлығы әдемі үйлесіп тұр. Қабырғаларда картиналар. Алғашқы біздің жатын бөлмеміз, немесе балалар негізі бұл аумақта өздерінің сурет салу, сабақ оқу бөлмесі ретінде де қолдануда екен. Дәл осы баспалдақтың астыңғы бөлігінде қосымша үйдің заттарын сақтауға арналған орын бар. Енді екінші қабатпен танысамыз. Айта кету керек, баспалдақ жақсы, әдемі, сапалы жасалған. Екінші қабатқа көтерілдік. Екінші қабатта
бізде барлығы 4 бөлме орналасқан. Одан бөлек айта кету керек, бір бөлме гардеробный қылып жасалып қойған, яғни 5-ші бөлме осы гардероб бөлмесі. Үйдегі тұрғындардың, үй иелерінің киімдері осы бөлмеде бөлек жайғастырылған. Бірінші жатым бөлме екінші қабаттағы. Екінші қабаттында едені ашық түсті, қабырғаларда ашық түсті әдемі таңдалған. Екінші жатым бөлме, яғни балалар бөлмесі, бұл бөлмеде қабырғаларда обойлары жақсы таңдалған. Және біздің үшінші жатым бөлмеміз, бұл бөлмеде балалар бөлмесі, жатым бөлменің жиһаздары, қазақы бір бөлме. Бұл бөлменің енді ұзындығы үлкен, залмен бірдей. Дәл осы коттеджді сатып алуға байланысты сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон номеріне хабарлассаңыздар болады. Рахмет.